менің авторлық бағдарламамның аты қазақ жырлары арқылы оқушылардың бұл авторлық бағдарлама жаңартылған оқу мазмұнына сай жалпы қазақ халқының салт дәстүрін, шешендігін, атадан балаға келе жатқан салт дәстүрді дәріптеп, бала оқу материалының грамматикалық жағынан бала, мысалы қазақ әдебиетінде бала міндетті түрде сауатты жазу керек, және осы жерде тек қана мен осы авторлық бағдарламамда осылай барлығы орындалып көрсетіліп отыр. Осындай жырауға жеке тоқталғанмын. Бұл жерде ақтан берді жырау, мысалы шешендері мен көркем ойдың иесі болған оның жырларынан авторлық бағдарламамен бірге менде сөзі ол алтын отанның қымбаты деп айтқан болатын. Қазбек би өзінің ел мен жер өздері елдің татулығы мен бірлігінде толықтай ой қалдыратын дейтін нақыл сөздер. Оның ғана ой пікірде көбірек ой пікірге алысу. Бұл жерде мен сіздерге қозғайын. Қалай ойлайсыздар? Сол замандағы жыраулар біздің жаңағы тіл байлығымыз жоқ, көбінесе балалардың ешқайсысы кітап оқымайды, бұрынғы шешендік сөздердің барлығын істеп жүрміз көп жылдан бері. Енді Жазира Құдайбергеновна мінекей әлші құралы шығып, біздер қатты қуанып жатырмыз. Солай есіп келе жатыр. Сол кезде айтады ол кісі, менің 3 балам бар дейді. Жалғастырмады, олар тек қана компьютерға жүгініп кетті. Ол балаларымды мен ол не қылған ұшқыр ой дейсіздер. Сол кезде отырып екі-ақ сөз жағынан бала, мысалы қазақ әдебиетінде бала міндетті түрде сауатты жазу керек, және сауатты оқи білу керек.